Бұл Брукхейвен қаласы. Бұл жерде барлық қазақ ютуберлері өмір сүреді. Бұл қала ютуберлерге демалу үшін арналған. Мә, базар жоқ, мына гелик әдемі екенше, бірақ менікіне жетпейді. Мына балық қашан түседі? Ба, білмеймін, күн жанып кетті ғой әйтеуір. Бұл қалада таңнан кешке дейін ютуберлер өздеріне әртүрлі видеолар түсіреді. Ал түнде әңгіме айтады. Мінекей орманда өздері де отыр. Бірнеше күн аш болып, содан кейін ғана тамақ жегізетін мукбангер қызды білесіздер ме? Қазақстанның оңтүстігіндегі Амангелді деген ауылында. Я естігем, оны айтпай қойыңыз. Қазір білмейсіз, көрдіңіз бе жоқ па, интернетте, тиктокта. Ал бұл жаңа ютубер. Ей, сен кімсің? Біздің әлемге қош келдің, атында айтып өт. Менің есімім Жансерік. Вау, сенде қызығат екен. Өте жақсы қала секілді, көрініп тұр. Мен саған бұл әлемді көрсетейін. Тоқта, пожалуйста, тоқта, шаям шашақ болып. Аналар емес па? Базар жоқ, айтқандай сіз Нұрлан Қаламов емессіз ба? Ал сіз Нако. Дәл өзіміз. Ютуберлер барлығына сәлем. Бүгін менің ютуберлер хаусымда жиналсақ қалай қарайсыңдар? Давай. Мен бара алмайтын шығармын. Жақсы, онда. Ассалаумағалейкум. Сіз Ареке емессіз бе де? Дәл өзі. Өзің қай жақтан боласың? Мен Ақтаудамын, жақында ғана осы қалаға көшіп келдім. Тема. Жаңадан келдің дейсің ғой. Жаңадан келіп, енді үйренісіп жатқан. Жігіттер, мәссіған, мен ажитханаға сразу барым керек, атып болмайды. Ойбай, туалет қайдан жақтан? Ішім, ойбай. Мынау усатчиктің қасындағы Нубик емес па? Мынау өліп қалған ба не? Қалай ол? Так, біреуді шақырмасам болмайды. Ана жақта кім бар? Усатик отыр ғой. Усатик. Усатик, Нубикті қараш. Ана жақта бірдеңе болып қалған сияқты. Қараш Нубикті, наңғара, Усатик. Ё-моё, бер келші. Не деген сұмдық мынау? Родной! Шек қарның қара. Саған айтпадым ма қаға кеткенін? Мұны кім істегенін білем. Бұл мистер Жанстың өзі. Қумаңдар жіктер. Бұл мен емес, жаңа ғана кірдім мен өзі. Себебі ол баняда болған. Тоқтаңдар жігіттер, бізге асығыс шешім қабылдауға болмайды. Дұрыс айтатын ол. Арадан көп сағат өтіп, ютуберлер бір-бірінен күдік ұстай бастады. Бірақ бір кезде... Сәлем барлығына, кешігіп қалған үшін кешірім сұраймын. Тоқтай тұр, Нұрлан, неге сен кешке кешігіп келдің? Мүмкін сен шығар Нубикті өлтірген. Командир, мен даже не ол жатқан білмеймін. Енді не істесек болады? Тоқтай тұрыңдар, қазір бір-бірімізді айыптай бергеннен ештеңе өзгермейді. Біз мына үйден шығаламыз ба өзі? Қазір тексеріп көрейін. Жоқ, есік ашылмайды. Тоқта, Нұрлан, онда сен қалай кірдің? Мен кіргенде итак ашық тұрған есік. Егер есік ашық болса, демек өлтіруші әлі де сол үйдің ішінде. Ешкім сыртқа шықпайды, әзірге бәріміз бірге жүреміз. Біреу бізді бақылап жүрген сияқты. Менің ойымша, алдымен дәлел іздеуіміз керек. Біреуді кінәламай тұрып. Дұрыс айтады, үйдің әр бұрышын тексерейік. Шығатын есік қайда енді, мен соны түсінбедім. Ютуберлердің барлығы бір-бірінен кінә іздегеннен көрі командаға бөлініп айғақты табуды жоспарлады, және олардың шешімі де дұрыс еді. Ютуберлердің әрқайсысы үш-үштен бөлініп, әр этажда тінтей бастады. Есік те жабылып қалғаннан кейін ютуберлер де аптырап қалды. Оларды алдыда біреудің жоспарланған сұмдық оқиғалары күтіп тұрған еді, бірақ олар Нубиктің өлімін кездейсоқ деп ойлады. Егер шығалмасақ, демек өлтіруші дәл қазір біздің арамызда жүр. Так, мынау не қағаз? Ашып көрейін. Енді ойын басталды дейді. Не ойын ол? Так, жарайды. Мейлер Жанс, мынандай қағаз тауып алдым. Қараңдаршы, мына жерде ойын басталды дейді. Не дегісі келіп тұр сонда? Достар, ойларыңызды айтып өтіңіздер, сериал жалғассын ба? Біздің сериалымыз сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал енді лайк басып, арнаға тіркеліп қолдап кетейік.